Сәлем оқушылар, менің есімім Айбек. Бүгінгі сабақта ең алғаш бірінші сабақ математика easy парақшасы бойынша. Бірінші сабақ бізде сандар, ең үлкен ортақ бөлгіш, ең кіші ортақ еселік, бөлшектер. Ең алғаш тақырыбымызды бастайтын болсақ, сандар ұғымы. Сандар ұғымына негізі біз цифрларды жатқызатын болсақ, ең алғаш цифрларды бастайтын болсақ. Цифрлар өзі 0-ден басталып 9-ға дейінгі сандарды біз цифр дейміз. Келесі натурал сандар. Натурал сандарға біз қандай сандарды кіргіземіз? Яғни санау кезінде қолданылатын. 1-ден басталады санау 1, 2, 3, 4, 5, ары қарай шексіз кете береді. 10 шексіздікке дейін кете береді санау кезінде. Бүтін сандар. Бүтін сандарды біз z деп белгілесек. Демек, бүтін сандарға біз натурал сандарға қарама-қарсы сандар, яғни -3, -2, -1, 0 де жатады, және 1, 2, 3 ары қарай кете береді, дәл солай. Тоқтамайды, яғни санау кезінде қолданылатын. Келесі бізде рационал сандар. Рационал сандар Q әрпімен белгілесек, ол дегеніміз бөлшек сандар. -4-тен 3, -8, -7 бөлінген 1, -6 бөлінген 3, ары қарай, яғни бөлшек сандар. Және периодта сандар. Периодта 2 бүтін, периодта 6, және 3 бүтін, периодта 7. Сол секілді сандар. Келесі иррационал сандар. Иррационал сандарды біз и әрпімен белгілесек, яғни шешімі жоқ. Бұларға түбір астындағы сандар кіреді. Ұзақ, яғни шешімі жоқ болғанда шексіз. Және пиді кіргізсек болады, ені, логарифм функцияларды кіргізсек болады. ln, тағы басқа цифрларды кіргізсек болады. Келесі нақты сандар. Нақты сандар дегеніміз r әрпімен белгілесек, ол дегеніміз минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейінгі цифрларды қамтиды, яғни бүкіл цифрлар, кез келген цифрлар. Келесі есебіміз бастасақ, ең алғаш есепте бізде a және b цифрлар болса, цифрлар, яғни ең үлкен цифрымыз бізде 9-ға тең, одан кейін 8, одан кейін 7. a және цифрлар болса, онда 4-та қосылған 3b өрнегін ең үлкен мәні болу керек. Демек, бізде ең үлкен цифрларды қолдануымыз қажет. Сонда 4a қосылған 3b тең болады. Ең үлкен цифрды қолданатын болсақ, бізде 3 пен 4 тұр, яғни 4 үлкен. Демек, 4-ке көбейтілетін сан болғандықтан ең үлкен цифр 9-ды қоямыз. b-ға келесі цифр 8, 9-дан кейінгі. Сонда 4 көбейтілген 9, қосылған 3 көбейтілген 8. 4 жерде 9-ымыз 36, қосылған 24. Тең болады 60. Демек, есебіміз шықты. 9 және 8 деген цифрларды алдық. Келесі есеп. A және B натурал сандарының қосындысы 7-ге тең болса, онда олардың көбейтіндісінің ең үлкен мәнін табыңыз. A натурал сандар. Қандай натурал сандарды алсақ болады? 7 болу үшін. 6 қосылған 1 тең болады 7, және де 5 қосылған 2 тең болады 7-ге, және де 3 қосылған 4 тең болады 7-ге. Осы натурал сандарды алсақ болады. Енді осылардың көбейтіндісін алсақ, 6 көбейтілген 1 тең болады 6-ға, 5 көбейтілген 2 тең болады 10-ға, 3 көбейтілген 4 тең болады 12-ге. Қайсы цифрларды алған кезде көбейтіндісі көп болды. Демек, бізде 3 пен 4 алған кезде көбейтіндісі көп болды. Яғни 3 пен 4 көбейтсек 12, қоссақ 7. Демек, бізде натурал сандар a және b натурал сандарымыз 3 пен 4-ке тең екен. Келесі есеп. Цифрлар бірдей болмайтын әртүрлі 2 таңбалы сандардың қосындысы 60 болса, онда осы сандардың ең үлкен максимум мәнін табыңыз. Ең үлкен максимум мән. Яғни 3 цифр берілген 2 таңбалы. Яғни AB деген цифр, келесі CD деген цифр, келесі FG деген цифр деп алайық. Осы цифрлар бірдей болмау керек. Яғни G мен A ұқсамау керек. Сол секілді. Ең алғаш біз 2 таңбалы сан. Ең кіші 2 таңбалы сан бізде 10 болады. Қосылған. Келесі осы 10-дағы цифрлар қайталанбау керек. Яғни 1 мен 0 қайталанбау керек. Келесі мен d-ны қалай алсақ болады? 20 деп аламыз уже. 21 деп аламаймыз, себебі 1 деген цифр бар. 20-ны аламаймыз, 22 деп те аламаймыз, 23 деп алсақ. Келесі, демек 10 мен 23-ті қоссақ 33, 27, сонда 60 болады. Демек, бізде 3 цифрлары бірдей болмайтын әртүрлі 2 таңбалы сандарды алдық. Демек, соның ішінде ең үлкені бізде 27. Ең үлкен максимум мәні. Міне, ең үлкен максимум мәні бізде 27-ге тең екен.
ең үлкен. Келесі есеп, төртінші есеп. А және Б әртүрлі цифрлар болса, онда 6А қосылған 2B өрнегінің ең кіші мәнін табыңыз дейді. 6А қосылған 2B өрнегінің ең кіші мәні болу үшін бізде А-ның орнына ең кіші цифрды алуымыз керек. Ең кіші цифр қандай бізде? 0. Бұның орнына ең кіші цифр 1-ді алсақ. Сонда 6 көбейтілген 0 қосылған 2 көбейтілген 1 тең болады. 6 мен 0-ді көбейтсек 0 болады, қосылған 2 тең болады 2. Біз мысалға осының орнына сол кезде ең кіші мән табылды, яғни 2. Егер біз мысал орнына А-ның орнына 1-ді қоятын болсақ, және Б-ның орнына 0-ді қойсақ, ол кезде 6 көбейтілген 1 қосылған 0 болады, тең 6. Демек бұл кезде ең кіші мән шықпай қалады. Сондықтан біз А-ның орнына 0-ді қоюымыз керек. А-мыз 0-ге, Б-мыз 1-ге тең болған кезде ең кіші мәні шығады осы төртінші есептен. Келесі бесінші есеп. А және Б натурал сандардың айырмасы 5-ке тең болса, онда олардың қосындысының ең кіші мәнін табыңыз дейді. А азайтылған Б натурал сандар 5-ке тең. Қандай натурал сандар біз 5-ке тең болады азайтындысы? 6 мен 1-дің азайтындысы 5-ке тең болады. 7 мен 2-ның азайтындысы 5-ке тең болады. 8 мен 3-дің азайтындысы 5-ке тең болады. Енді біз олардың қосындысының ең кіші мәні дейді. 6 қосылған 1 7 болады. 7 қосылған 2 9 болады. 8 қосылған 3 11 болады. Демек бізде сонда 6 және 1 деген натурал сандарды аламыз. Себебі қосындысының ең кіші мәні 7 болды. Басқа мәндерді ең үлкен болып береді. Себебі 9 үлкен, 7-тен 11 үлкен. Демек 6 мен 1-ді аламыз. Ең натурал сандардың азайтындысы. Басқа натурал сандардың азайтындысы бұндай ең кіші мәнді көрсетпейді. Келесі есеп. Келесі жай бөлшектерді 14 бөлшек түрінде жазыңыз дейді. 11 бөлінген 3. Ең бірінші 11 бөлінген 3 деп жазсақ, 2-ден ортақ бөлім берсем 9, 11-ден 9 айтсам 2 болады. 0 қоям, үтір қойсам, қайтадан 6-дан берем 18, 2 болады. 0 қоям, 6-дан берем, қайтадан 18. Ары қарай кете береді, дәл солай. 6, 6, 6. Демек бұны қалай жазамыз? Біз 2 бүтін периодта 6 деп, яғни жақша дегеніміз бұл период. Периодта 6, 6, 6, 6, 6 шексіз кете береді. Келесі 4 бөлінген 15. 0 берсем, мұнда 2-ден берем, 30 болады. 10 үтір қойсақ. 6-дан берсек, 90, қайтадан 10, 6-дан береміз, 100 болады. 90, 10, демек 6, 6, 6. 4 бөлінген 15-міз, демек 0 бүтін, кешіріңіздер, мұнда 0-ді ұмыт кетіппін. 0 бүтін 2-де периодта 6. 0 бүтін 2-де периодта 6. Демек 0 бүтін 2 периодта 6 деген сан шықты. 6 яғни кете береді, шексіз. 6, 6, 6, 6. Сондықтан осылай жазамыз. Келесі 13 бөлінген 6. 13 бөлінген 6. 13 бөлінген 6. 2-ден берсек 12, 1, 0, 1-ден берем. 6, 4, 0 болады. 40, демек, нешеден берсем болады? 6, 36 болады. 40, қайдана 6, 6. Демек, бұл 13-ті 6-ға бөлетін болсақ, 2 бүтін, оннан 1 периодта 6-ге болады. Яғни 6, 6 қайталана береді. Сол секілді 5-ті 12-ге бөлетін болсам, 5 бөлінген 12, 0,100-ден 41 периодта 6 болады. Сіздерде ұбт-да калькулятор қолдануға рұқсат берілгендіктен бұл сандарды бөліп жазу ешқандай қиын болмайды. Сондықтан келесі тақырыпқа өтсек. Келесі ондық бөлшектер жай түрінде жазсақ. Біз ондық бөлшектерді жай бөлшек түрінде жазатын болсақ, мінекей мына формуланы ең алдымен есте сақтауымыз қажет.
Ең бірінші бізде А 2,4-те периодты алтыны қалай бөлшек, жай бөлшек ретінде жазсақ болады. Ең бірінші бүтін санды алдына жазып қоямын бөлшектің. Ары қарай бізде белгілі жақшаның ішінде неше цифр болса, сонша 9 жазам. Жақшаның ішінде. Жақшадан кейін үтірге дейін мінеке. Неше цифр болса, сонша 0 жазам. Демек, 2 бүтін бөлшектің бөлімінде 90. Алымында нен жазам мен? Үтірден кейінгі барлық санды жазам. Яғни үтірден кейінгі барлық сан 46. И және азайтылған үтірден кейінгі жақшаға дейінгі, яғни 4-ті жазам. Мінеке, мына формула бойынша. Сонда 2 бүтін 90-нан 42. Бұны ары қарай қысқарып жазуғамызға болады. 42 мен 90 қысқарады. 2-ке бөлсек 45 болады. Мұнда 21 болады. Сонда 2 бүтін 45-тен 21. Дәл осылай келесі D-ны қарастырайын. Қалған 2-3 есептерді үйге аласыздар. D-ны қарастырсам 0 бүтін бөлшектің бөлімінде бізде жақшаның ішінде 2 цифр бар. Демек 2 9 қоям. Жақшадан кейін үтірге дейін 2 цифр бар. Демек 2 0 қоям. Келесі үтірден кейінгі барлық санды жазам. 1224 азайтылған 12 тең болады 0 бүтін 99 00. 1224-тен 12-ні азайтатын болсақ 1212 шығады. Тең болады, ол дегеніміз 9900-тен 1212 деп жазсақ болады. 0 жазбай қойсақ та болады. Келесі И вариантын көрсетсем. 2 бүтін бөлшектің бөліміне жақшаның ішінде неше цифр болса, сонша 9 жазам, белгілі. Жақшадан кейінгі үтірге дейін 1 цифр болғандықтан 1 0 жаздым. Мінекей. Ары қарай 513 азайтылған 5 болады. Тең болады 2 бүтін 990-нан 508 деген өрнектің жауабын алады екенбіз. Түсінікті ғой. Келесі тақырыпқа көшетін болсақ. Бізде келесі тақырып бөлшектермен жұмыс. Ең алғаш 3-ші есепті шығаратын болсақ, бөлшектің алымын қарастыратын болсақ, сонда бірінші амалымыз 9 бөлінген 3 бүтін 5-тен 3-ті жеке өрнекте алатын болсақ, 9 бөлінген дегеніміз 9 көбейтілген 5-тен 5-ті 3-ке көбейтетін болсақ 15 18 тең болады 9 көбейтілген. Бөлшектің алымы мен бөлімі ауысады бізде. 9 бен 18 9-ға қысқарып 2-ден 5 деген мән шығады. Келесі екінші амалымыз. Бөлшектің бөлімін қарастыратын болсақ, 3,4-тен 1-ді біз сразу, яғни 1-ден жазатын болсам, 4,4-тен 3 деп жазсақ болады. Яғни 4-тен 3. 4-тен 13, ой, кешіріңіздер, 13. Көбейтілген 1 бөлінген 26. Себебі бөлі таңба болғандықтан бөлшектің алымы мен бөлімі ауысады. Сонда бізде 13 пен 26-ны қысқаратын болсақ, 13-ке қысқарады екеуі, 2 қалады, сонда 8-ден 1-ге тең екен. Келесі үшінші амалым. Үшінші амалым 4,6-тан 1. 1-ден жазатын болсам, 6,6-тан 25 деп жазуыма болады. Көбейтілген 5-тен 6. Сонда қысқаратындар 5 қалады мұнда. 6 мен 6 қысқарады, 25-тен 5 қысқарады, тең 5 қалады. Төртінші амалымыз. 10 көбейтілген алым мен бөлшектің алым мен бөлімі ауысады. Сонда 5 пен 10 қысқартатын болсақ 2 болады. Сонда 2 мен 8 көбейтетін болсам 16-ға тең екен. Енді ары қарай 5-ші амал. Мына 2 бөлшек бөлінген. 5-тен 2
бөлінген 8-ден 1 бөлінген 5 бөлінген 16. Сонда 2-ден 5 көбейтілген 8 болады. Көбейтілген 16 мен бөлшектің алымымен бөлім ауысады. Сонда 5-ден 16. Қысқаратыны 5 пен 5 қысқарады. 2 мен 8 қысқарады 4 болады. 16-ны 4-ке көбейтетін болсам 64-ке тең екен. Демек есептің жауабы шықты. Бізде есептің жауабы 64. Келесі есеп, 4-ші есеп. Сандарды өсу ретімен орналастырыңыз. Бізде бөлшек сандарды қалай ажыратуымызға болады, яғни қайсысы үлкен екен. Мысалға, өсу ретімен орналастыратын болсақ, 17 бөлінген 13-ті және 15-тен 19-ды салыстыратын болсам. Қалай салыстырам? Ол үшін 15-ті бөлшектің алымына көбейтем. Бөлшектің бөліміндегі сандарды қарама қарсы тұрған сандардың алымына көбейтеміз. Сонда 17-ні 15-ке көбейтетін болсам 255 болады. Ал 13-ті 19-ға көбейтетін болсам 247 болады. Сонда бізде қайсы сан үлкен? 255. Демек, бізде мына бөлшегіміз үлкен екен. 13-тен 17 деген. Келесі. Менде 15-тен келесі салыстыратын өрнегім 13-тен 17-ні және де 11-ден 15 салыстырсам. Ол деген көбейтетін болсам, 17 мен 11-ді көбейтетін болсам 187 болады. Яғни сол санның алымына көбейтеміз. Алымына қайсы бөлшектің алымында тұр, сол жаққа қарай жазамыз. 187 мұнда жазып қоюға болмайды. Келесі 15 пен 13-ті көбейтетін болсам 195 кетем. Демек, бізде қайсы үлкен? 195. Демек, мына бөлшек үлкен екен. Сонда бізде сандарды өсу ретімен орналастыратын болсақ, ең алғаш 15-тен 19 болады. Одан үлкен 13-тен 17 болады. Одан үлкен 11-ден 15. Демек, ең үлкені бізде 11-ден 15. Түсінікті ғой? Бөлшектің алымдарын көбейтеміз. Сол арқылы қай бөлшектің үлкен екенін табуымызға болады. Келесі есеп. Келесі бізде 5-ші есепте есептеңіз. Ең алғаш бірінші жақшаны жіктейтін болсам, сонда 2 бөлінген 0,5 периодта 3 дегенім 9-дан 3-ті береді. Қосылған 2,35. 2,35. Жақшаны жабам. Бөлінген 2 бөлінген 0,5 периодта 33 ба? Ол дегенім 99-дан 33-ке тең. Қосылған 100-ден 235. Сонда ең алғаш бірінші жақшаны қарастыратын болсам, ол дегенім 2 көбейтілген дейін бөлшектің алымымен бөлім ауысады. Ол деген сонда 3-тен 18-ге тең. Ары қарай, мұнда 2,135-ті біз қалай жазсақ болады? 5-ке қысқартып жіберетін болсам 20 болады. 20. 5-ке қысқартатын болсам, мұнда 7 болады. Сонда жай бөлшек түріне жазатын болсам 3-тен 18 қосылған 20-дан 20-ны 2-ке көбейтем 47. Демек 47. 20-дан 47. Ортақ бөлім 3-ке берсем, мұнда 20-ға берсем, сонда неше болады бізде? Ортақ бөлім 60. 18 20-ға көбейтем 360 қосылған 47-ні 3-ке көбейтсем 141 болады. Сонда
360-ты 141-ге қосатын болсам, 501 бөлінген 60. Келесі амалымыз бізде мына жақшаны жұмыс жасайтын болсақ, 33 пен 99 қысқарады. 33-ке бөліп жіберетін болсақ, мына жерде 1, мына жақта 3 қалады. Сонда 2 бөлінген 3-тен 1 қосылған 100-ден 235. 100 бен 235 5-ке қысқартатын болсам, мұнда 20 болады. 235-ті 5-ке бөлетін болсам, 47-ге тең. Сонда 6 қосылған 20-дан 47. Сонда ортақ бөлім беретін болсам, мұнда 20-дан берем. 120 қосылған 47, 167 береді бізде. 167 бөлінген 20. Мұнда 501-міз бізде қысқарады. 3-ке бөліп жіберсек, сонда 20 бөлінген 167 болады. 20-дан 167. 501-ді 3-ке қысқарттық, 167. Сонда 2 бөлшек табылды. Сонда соңғы амалымыз бізде 167 бөлінген 20 бөлінген 167 бөлінген 20. Тең болады 1-ге. Есептің жауабы шықты. Есептің жауабы 1-ге тең екен. Келесі 6-шы есеп қарастырайын. Келесі 6-шы есеп. 4 бөлінген 5-тен 2 десек. Келесі 5 бөлінген 4-тен бөлінген 2. Анықтап ашып жазатын болсам, мұнда 20 бөлінген 2 болады, мұнда 5 бөлінген 8 болады. Сонда бізде сұрап тұр. Мұнда 20-ны 2-ке бөлетін болсам 10, мұнда 8-ден 5. Бізден сұрап тұрғаны, мына 10 деген сан 8-ден 5-тен неше есе үлкен деп тұр. Ол дегеніміз. Он көбейтілген 5 бөлінген 8. Кешіріңіздер. 5-ті 10, 5-ті 8-ге бөлетін болсақ. 5 бөлінген 8, 4-ден 625. Сонда 4-ден 625-ті 10-ға көбейтетін болсам, 6-ден 25-ке тең. Демек бізде 10 деген санымыз мына саннан 6-ден 25 есе үлкен екен. Демек мына саннан 6-ден 25 есе үлкен. Келесі. Келесі тақырып бізде ең бөлінгіштік белгілер. Бөлінгіштік белгілер деп ең бірінші есеп арастыратын болсам. Мына ең бірінші бізде бірінші есепте мына сан берілген. Жұлдызшаң орнына санда, жұлдызшаң орнына қандай цифр қойғанда пайда болған сан 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Бізде бөлінгіштік белгілердің қағидасы бар. 3-ке бөліну үшін цифрлардың қосындысы 3-ке еселі болу керек. Яғни 3-ке еселі дегеніміз бөліну керек. Цифрлардың қосындысы. Сонда ең бірінші есеп 5, цифрлар қосындысы қосылған 3, мінеке. Бірінші цифр, екінші цифр, үшінші, төртінші, бесінші. Қосылған 4, қосылған 7-ші цифр, қосылған 1. Мына цифрларды қоссақ неше болады? 5 пен 3-ті қоссақ 8, 8-ге 4-ті қоссақ 12, 12-ге 7-ні қосатын болсақ 19, 20 болады. 20, сонда 3-ке еселі болу керек. Бізге тағы да қандай цифр қоюымыз қажет? 1-ді қойсақ 21 болады.
Сонда цифрлардың қосындысы 21 бөлім 21 бізде 3-ке бөлінеді. Демек, жұлдызшаның орнына қоятын санымыз бізде тең болады 1-ге екен. Келесі есеп 135 берілген. Жұлдызшаның орнына қандай цифр қойған кезде пайда болған сан 9-ға қалдықсыз бөлінеді. 9-ға қалдықсыз бөліну үшін бізде қағида бар. Мінекей, 9-ға қалдықсыз бөліну үшін цифрлардың қосындысы 9-ға еселі болу керек. Яғни 9-ға бөліну керек. Сонда 1 қосылған 3, қосылған 5, қосылған қандай сан? Жұлдызша тең болады 9-ға бөліну керек. Осы сан бөліну керек 9-ға. 1 мен 3-ті қоссақ 4, 5-ті қоссақ 9 болады. Демек, жұлдызшаның орнына біз қандай цифрді қойсақ болады? 0-ді қойсақ болады. Сонда 1350 бөлінеді 9-ға. Себебі цифрларын қоссақ 9 болады, 9 бен 9 бөлінеді. Демек, 0 деген цифрді қойсақ болады екен. 0, мұнда 1. Келесі, жұлдызшаның орнына қандай цифрді қойғанда пайда болған сан бір уақытта 2-ге де 3-ге де қалдықсыз бөлінеді дейді. Бір уақытта жұп сан болу керек, 2-ге бөліну үшін барлық сан, 3-ге бөліну үшін цифрлардың қосындысы 3-ге еселі болу керек. Сонда 3 қосылған 8, қосылған 7, 3 қосылған 7, қосылған 8, қосылған 6, қосылған 6, 5 қосылған 6. 3 пен 7-ні қоссақ 10 болады. 10-ға 8, 18, 23, 5-ті қоссақ, 23-ке 6-ны қосатын болсақ, 29. 29, 3-ке қалдықсыз бөліну керек. Сонда қай цифрді қойсақ болады? Келесі, жұлдызшаның орнына бөліну үшін бізде. Қалдықсыз бөліну үшін 1-ді қойсақ болады. Демек, жоқ, біз 1-ді қоя алмаймыз. Себебі бізде 2-ге де қалдықсыз бөліну керек. Соңғы санымыз, цифрымыз бізде жұп болу керек. 1-ді қоя алмаймыз, 2-ні қойсақ болмайды, 31 болады, 3-ті қойсақ болмайды, 4-ті қойымызға болады. Сонда 3 пен 7-ні қоссақ 10, 18, 23, 29, 29-да 4 қойсын болсақ 33, ол дегеніміз 33 3-ке де бөлінеді, және де жұп сан. Демек, біздің цифрымыз қандай болды? 37856, жұлдызшаның орнында 4 болды. Демек, осы цифр бізде 2-ге де 3-ге де қалдықсыз бөлінеді. Мына қағида бойынша. Келесі. Жұлдызшаның орнына қандай цифр қойғанда пайда болған сан 4-ге қалдықсыз бөлінеді? 20, 0, 2. Жұлдызшаның орнына 4-ге бөліну үшін соңғы 2 цифрын 0-ге аяқталу керек, 4-ге бөліну үшін, немесе 4-ге еселі болу керек. Біз қандай цифрді қойымыз болады? 0-ді қойымыз болады. Сол кезде бізге соңғы 2 цифры 4-ге еселі болады. 20 бізге 4-ге бөлінеді. Демек, 2020 деген сан 4-ге қалдықсыз бөлінеді екен. Келесі, ең үлкен ортақ бөлгіш, ең кіші ортақ еселік. Ең үлкен ортақ бөлгіш табатын болсақ, ол дегеніміз 2 санды алайық. Мысалға, ең бірінші есебімізде 120 және 252-ні алсам. Бұл цифрлардың ең үлкен ортақ бөлгішін табатын болсам, 120 ең кіші қандай санға бөлінеді? Ең бірінші алатын болсақ, 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлсек 60 болады, тағы да 2-ге бөлсек 30 болады, тағы да 2-ге бөлсек 15. 15-ті келесі 2-ге бөлінбейді, 3-ге бөлсек 5 болады, 5-ге бөлсек 1 болады. Келесі 252-ді дәл солай. 2-ге бөлсем 126 болады, 2-ге бөлсем 62 болады, 2-ге бөлсем 31 болады. Ой, кешіріңіздер. 2-ге бөлсем 63 болады, 126. 63-ті 3-ге бөлсем 21 болады. 21-ті 3-ге бөлсем 7. 7-ні 7-ге бөлеміз. Басқа сан жоқ, себебі ең кіші. Демек, бізде бөлінулерін таптық, бөлгіштерін. Енді бізде ең үлкен ортақ бөлгішін табуымыз үшін қандай қағиданы ескеруіміз қажет? Бізде
екі санды бөлдік қой. Сондағы екі жұпты табуымыз керек. Мысалы, мұнда 2 деген цифр екеуінде де бар. Келесі, мына 2-нің жұбы мұнда бар. Келесі, 3-тің жұбы мұнда бар ма? Демек бар. Сол жұптарды жазып шығамыз қатар. 2, мінекей. Мына 2-нікі. Бір рет қана жазамыз. Мысалы, мына 2-нікі табылды жұп. Келесі 3-4 табылды. Басқа цифрлардың жұбы табылмайды. Мысалы, 7-ің мына жақта жұбы табылмайды. 120-ның бөлгіштерінің арасында. Сонда 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3. Мінекей. 3-тіңкі, 2-ніңкі, мына 2-лердікі. Сонда ең үлкен ортақ бөлгіші бұл цифрларды 2 мен 2-ні көбейтсек 4, 12. Демек 120 мен 252 санының ең үлкен ортақ бөлгіші 12-ге тең екен. Келесі 7-ші есеп. 90 мен 300-дің. 90 және 300-ді жазайық. 90-ды 2-ге бөлсем 45, 45-ті 3-ге бөлсем 15, 15-ті 3-ге бөлсем 5, 5-ті 5-ге бөлесін. Келесі 300-ді 2-ге бөлсем 150 болады. 150-ді 2-ге бөлсем 75, 75-ті 3-ге бөлсем 25, 25-ті 5-ге бөлсем 5, 5-ті 5-ге бөлсем 1. Енді мұнда жұп сан, жұп 2 мен 2 кейде табылады, біріне пар сандарды табуымыз керек. 3 пен мұнда 3-ті табысақ, 5 пен 5-ті алсақ. Кез келген на 5 или на 5. Сонда 2 көбейтілген 3 көбейтілген жұптарды ғана жазамыз. 2 мен 3 пен 5-ті бөлсек 15, 30. Демек ең үлкен ортақ бөлгіші 300 бен 30-ның тең болады 30-ға. 7-ші есеп шықты. Келесі 8-ші есеп. Берілген сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші дейді. Бұл есепте оңай. Мысалы 2-нің кубы деп тұр, және де 2-нің квадраты, және де 7 деп тұр. Келесі 2-нің квадраты, 3-тің 4 дәрежесі, және 5 деп тұр. Мұнда бірдей жұп қайсысы 2-нің квадраты мен мұндағы 2-нің квадраты. Сонда 2 квадраты екеуінде де жұп болғанда бір рет жазамыз. Демек 4. Демек берілген сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші 4-ге тең екен. Басқа жұп екеуінен табылмайды. Кешіріңіздер. Мұнда қателесіп кетіппін. Мұнда 3 екен. Сонда бұлар болмайды. Сонда мұнда 2-нің кубы болғандықтан бұлай жазсақ болады. Қазір 2-нің квадраты көбейтілген 2 деп жазсақ. Мұнда 2-нің квадраты келесі санымыз. Мұнда 3-тің квадраты, мұнда 3-тің 4 дәрежесін 3-тің квадраты көбейтілген 3-тің квадраты деп жазсақ. Мұнда 7, мұнда 5. Сонда 3-тің квадраты мұндағы 3-тің квадратымен жұп болады. Мұндағы 2-нің квадраты мұндағы 2-нің квадратымен жұп болады. Сонда 2-нің квадраты көбейтілген 3-тің квадраты. Ол дегеніміз 4 көбейтілген 9, 36-ға тең. Ең үлкен ортақ бөлгіші 36. Түсінікті ғой. Келесі 9-ші есеп. Берілген сандардың ең кіші ортақ еселігін табамыз. Ең кіші ортақ еселігі келесі 12, 15, 70. 12-нің ең кіші ортақ еселігін табатын болсам, бөлінгіштерін алам. 6, 2-ге бөлсем 3, 3-ге бөлсем 1. Келесі 15-тің де дәл солай. 3-ге бөлсем 5, 5-ге бөлсем 1. Келесі 70-ті 2-ге бөлсем 35, 5-ге бөлсем 7, 7-ге бөлсем 1. Енді бізде бұл жерде қандай цифрларды алам? Бұл жерде барлық цифрларды алам, бірақ жұптарын алмайым. Мысалға қарастыратын болсам, ең бірінші мына жақта 2-ні алсам, 3-ті алам, мінекей. Мына бүкіл санды алам. Және де мұнда тұрған келесі столбиктен, яғни бізде 5-ті алам. Көбейтілген 5-ті. 3-ті ала алмайым, себебі мұнда алып қойдым. 3-ті мұнда жұбын алып қойдым. Келесі столбиктен қай цифрларды алам? 2-ні алмайым, себебі мұнда алдым бір рет. Жұбы кетті, бұл осы 2 жұппен біреуін ғана алам. Келесі 5-ті ала алмайым, себебі мұнда алып қойдым 5-ті, мінекей. Мұнда тұр. Келесі 7. 2 мен 2-ні көбейтсем 4,
4-ке 3-ті көбейтетін болсам, сонда 4 көбейтілген 3, көбейтілген 5, көбейтілген 7. Ол дегеніміз 420-ға тең болады екен. Демек, бұл 3 санның ең кіші ортақ еселігі 420-ға тең болады екен. Келесі мысалға тағы да бір мысал қарастырып көрейін. 168, 180 және 336 дейді. Өшірейін. Осы сандардың ең кіші ортақ еселігін табатын болсам, 168 2-ке бөлсем 84, 84 2-ке бөлсем 42, 42-ні 2-ке бөлсем 21, 21 3-ке бөлсем 7, 7, 1, 182-ке бөлсем 90, 92-ке бөлсем 45, 5-ке бөлсем 9, 45-ті 3-ке бөлсем 15, 3-ке бөлсем 5, 5, 1. Келесі 336-ны 2-ке бөлсем 168, ары қарай 2-ке бөлсем 84, 2-ке бөлсем 42, 2-ке бөлсем 21, 3-ке бөлсем 7, 7-ке бөлсем 1. Мұнда қай сандарды алам? Бүкіл мына столбиктегі ең бірінші алғашқы столбиктегі сандарды алам. 2 көбейтілген 2, көбейтілген 2, көбейтілген 3, көбейтілген 7 деп алсам, енді мынаның жұбын, мына 2-ні алмаймын, себебі мына жұппен кетеді. Біреуін ғана алам, екеуінің арасынан. Мына 2-ні де алмаймын, себебі мына жұппен кетті. Келесі мына 3-ті де алмаймын, мына жұппен кетті. Келесі мына 3-ті алалам, себебі бұның жұбы жоқ, әзірге алмадым. Көбейтілген 3 деп қойсам. Келесі 5. 5-тің жұбын ешқандай столбиктен алмадым, сондықтан қасына қойсам болады. Көбейтілген 5. Келесі, мұнда алатын цифрларымыз қай цифрлар болады? 2-ні аламыз, себебі мұның жұбын ешқандай жақтан таппадым. Көбейтілген 2, келесі 2-ні алам, көбейтілген 2, көбейтілген 2. Мына 3-ті алмаймын, себебі мына жақта алып қойдым. Мына 7-ні де алмаймын, себебі мұнда алынып қойған. Сондықтан осы 2-лерді ғана табам. Себебі мына 2-лердің жұптары жоқ, алмаған болатын. Сонда 2-нің 3, мұнда 7 дәрежесі, көбейтілген 7, көбейтілген 3, көбейтілген 5. Демек, бұл есептің жауабы 13440 екен. Демек, мына 3 санның цифрдың ең кіші ортақ еселігі бізде 13440-қа тең екен. Келесі есеп. Келесі есеп, ең бірінші есепте бізде 3 бүтін периодта 6. Ол дегеніміз. Кешіріңіздер. 3 бүтін периодта 6. 3 бүтін 9-дан 6 деп жазсақ, қосылған 2 бүтін 10-нан 1, яғни 9, 90, 13 азайтылған 1 десек. Ең бірінші есепті есептейтін болсам, 3 бүтін, мұнда қысқарады 3-ке, сонда 3-тен 2 қосылған 2 бүтін 90-нан 12. Ары қарай ортақ бөлім беретін болсам, мұнда 30-дан берем, сонда 3 пен 2 қоссам 5, мұнда 90, 30 пен 2-ні көбейтсем 60, 60-ға 12 қосатын болсам 72. 5 бүтін 90-нан 72 деген есептің жауабы шығады екен. Келесі екінші есеп бізде. 2 бүтін 104-ті 0,4-ке бөлетін болсам, 5 бүтін 1-ге тең, қосылған 4 бөлінген 2 бүтін 5, 1 бүтін 6-ға тең болады. 1 бүтін 6 мен 5 бүтін 1-ді қосатын болсам, 6 бүтін 7-ге тең екен. Келесі үшінші есеп сіздер калькулятормен шығарсаңыздар болады, себебі ұбт-да калькулятор қолдануға рұқсат. Келесі төртінші есеп.
425 ол дегенім 4-тен 1-ге тең. 425-іміз 4-тен 1-ге тең. Қосылған 4-тен 13, сонда 4-тен 14, 4-тен 14 көбейтілген алынмен бөлім ауысады мұнда. Көбейтілген 9-дан 10. Сонда 4-тен 4 қысқарады. 81-ден 140 деген есептің жауабы шығады екен. Төртінші есептің жауабы 81-ден 140. Келесі есеп бізде 5-ші есепте бізде ең алдымен қалай шығарамыз? 4,7-ден 8,9-ды азайтатын болсақ. Ең алдымен бөлшектің бөлімін ретке келтіріп алайын. 6 қосылған -6 бөлінген -3. -6 бөлінген -3 бізде нені береді? 2-ні береді. Азайтылған 3. Бөлшектің алынымен 4,7-нен 8,9-ды азайтсам 3,9, 4,2 минус таңбамен болады. Себебі кіші таңбадан үлкен таңбаны азайтқандықтан. Азайтылған 2,6, 2 минус плюс болып кетеді. Қосылған 4,3. 4,2-ге 2,6 қосылады. Минус 6,6 болады. Қосылған 4,3. Ол дегеніміз минус 2,3-ті береді. Мұнда 6 мен 2 қоссам 8, азайтылған 3. Сонда 2,3 бөлінген 5. Минус 4,46 тең болады. Келесі 6-шы есеп оңай. Үйге алсаңыздар болады. Ортақ бөлім бересіздер. Ең соңында азайтып қосасыздар. 7-ші есеп. 7-ші есеп бізде мына түрдегі есептерді қалай шығарамыз? Ол үшін бізде төменнен жоғары қарай әдісті қолданамыз. Сонда ең алдымен мына бөлшекті ретке келтіріп болатын болсам, 2 азайтылған 1 бөлінген 2,5-тен 1. 1 бөлінген 2,5-тен 1 бөлінген 2,5-тен 1-ді жазып алсам. Ол деген 1 бөлінген 5-тен 11 тең болады. 5 бөлінген 11-ді береді. Сонда 2 азайтылған. Мұнда кешіріңіздер. 2 азайтылған 11-ден 5 және жоғарыда 2 азайту 2. Мұнда ортақ бөлім беретін болсам 11-ден берем. Сонда бөлшектің бөлімінде 11-ден 22-ден 5-ті азайтатын болсам 17. Демек бөлшектің бөлімі 11-ден 17 шықты. Сонда 2 азайтылған 2 бөлінген 11-ден 17. Тең болады 2 азайтылған 2 бөлім көбейтілген 17-тен 11. Тең болады 2 азайтылған 22 бөлінген 17. 17-ті ортақ бөлім берсем, 17 көбейтілген 2 34, азайтылған 22. Сонда 17-тен 12 деген есептің жауабы шығады екен. Есептің жауабы шықты. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі көріскенше, түсінбеген сұрақтарыңыз болса, ешқама жазыңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.